Алматыға бірде жай жаңбырмен жаныңды тербеп, бірде ыстық самаласымен бетіңді өбетін сарша тамызда жетіп үлгерді. Творчестволық жұмыс ауқымы көбейіп кеткендікпен бе қайдам, әйтеуір сол түні мазасыздыққа бөленіп, сан түрлі ойларға берілдім. Туған жерге деген сағыныш лебі қылау берді. Кенет санамды Болат Қоқаманов ұстазымның Атырау Нұрхалам әні баурап алып бара жатты. Атырау ардақты өлкем, арманды өлкем, алалап жанған көркем, тұр алда ертең. Аңсап келіп алыстан, жан сырымды шертем, толқыныңмен жарысқан, мен де бір еркем. Аққудың қалқып әні, көңілім шалқыған. Түнгі елесті санама салып суытқанша, ертеңгілік Атыраудан қаралы хабар да келіп жетті. Әулетіміздің алтын қазығы, ақ жаулығы желбіреген әжетайым дүниеден өтіпті. Асыға жетіп Атырауға бағыт алған лайнер ұшағынан орын алдым. Көңілім алау-далау кейіпте, небір ойлар мазалап, өткен күндер естеліктері кезектесі елес береді. Ана деген ұл өсім ғой бұл жалғанда, қайран әже, өзіңді сағынамыз ғой. Бізді неге қалдырып барасыз? Әлде Мұқаш қауымындағы Ғайса атам мен, ерте сөнген жомарт балаң мен, Фаридаш қызыңның қасына сіз де ерте асықтыңыз ба? Өздеріңіз қасымызда бәйтеректей биік жайқалып жүргеннен шығар бәлкім, біз немере жиендеріңіз әлі де көп нәрсеге зейін қойып үлгермеппіз. Атырауым өскен өлкеме оралған сайын, Ренатым менің елге сирек келесің ғой балам деп, көзіңді мөлтілдете ақ жаулығыңа орай, бауырыңа басқан сәттерің, алғашқы немереңе деген шексіз ықылас екенін де енді ұғынғандаймын. Біз кейде ұлы адамдарды алыстан іздейміз, ал сол құдірет қасымда болған екенсіз ғой, әжетайым менің. Өз-өзімнен күбірлей, ұйқыға берілгенімде байқамаппын. Кенет шақ толқуынан селкетіп ояндым. Миыма қонақтаған сан түрлі әуендерді қыстыра, сәкен салған саздәуен бойымды билей жөнелт. Жай қимылмен құлақ тостым. Самайдағы ақ шашыңның әр талына қарызбын, еш нәрсемен өтелмейді ау парызым. Жауаптымын жанарыңнан сырғанаса тамшы жас, маған бәрісін. Ауырмашы, аман жүрші, көз алдымда көрініп, арамыздан ұзамашы бөлініп. Көңіліңе қаяу түссе шырылдайдай жүрегім, жаным егіліп. Желбіреген асыл ана, жүрегі елжіреген. Асыл ана, жаулығы желбіреген. Асыл ана, жүрегі елжіреген. Ән әуенімен қосыла, атам жазып қалдырған ақ әжемнің өмір жолдары
көз ілестірмес бәйгатындай жарса, көз алдымнан сырғып өтіп жатыр. Жалпы атам мен әжемнің де туған өлкелері, құмнарын топырағынан қаншама жайсаң адамдар дүниеге келмеді десеңізші. Әрқайсының да бойынан жансарай тазалығы, табиғи шынайылық, қарабайыр қарапайымдылық самаласы есіп тұрады. 1930 жылы Тұщықұдық ауылындағы Дуаберген шағылында дүниеге келген Әзипа әжем Қайырғалиқызы сол замандағы ашаршылық, соғыс зұлматын бастан кешірген ауыл қыздарының бірі. Мектеп бітірісімен есепшілік курсты тамамдап, сол кездегі Новобогат ауданы қамсыздандыру бөлімінде есепшілік қызметінен бастап, 59-65 жылдары Теңіз ауданында есепші, 1965-70 жылдары Ембі ауданында тігін цехы меңгерушісі, 70-76 жылдары қаладағы Березка тігін шеберханасында материалдық есепші. Ал 1976 жылдан зейнеткерлікке шыққан, 1985 жылға дейін облыстық ауыл шаруашылығы басқармасында есепшілік қызметтер атқарды. Тұрмыс құрғаннан кейін Азаматы Ғайсаның Алматы қаласындағы Қазақтың мемлекеттік университетінің заң факультетінде оқуына мүмкіндік жасап, атасы мен енесін 5 жыл бойы бағып күтуі, жаңа түскен келіншектің жасаған ерлігі деп бағалағанын да үлкендерден естіп біліп, әжеміздің сол көрген бейнеттеріне сүйсініп өстік. Жауапкершілігі мол, біліктілік пен тазалықты қажет ететін, салада адал да абыройлы қызмет атқарған облысқа танымал заңгер атамыз бен ақ әженің өмір жолдары арттарынан ерген 9 баласы мен 14 немере мен 14 шебере біздер үшін үлкен өнеге мектебі болып қала беретіні даусыз. Әзипа әжемнің ерекше қасиеттерінің бірі, қолы босаса болды, немере жиендерін жинап алып, бастан өткерген қиындықтарын, оның ішінде Рахима, Маржан аналармен бірге колхоз жұмыстарына ерте араласып, шөп шауып, шөмеле тартқандарын бізге ертегідей әсерлігіп баяндап отыратын. Кейін еселе келе ұғынсақ, осының бәрі еңбек еткен адамдардың өмірде мол бақытқа кенелетіндігін меңзегені екен-ау деп түсіністік. Туыстары Зейнет пен Әмина, Есет пен Жаңыл, Қабдреш пен Сағия, ежелгі достары Тәрен мен Іңкар, Рахметолла мен Әділгерей, Қарағандылық Бекетай, Жамбылдық Нұрбақыт келсе, шаңырағымыз Ақтілек пен Жарасымды Әзілге, ал Нариман мен Шолпан, Атау мен Айман келсе, бейне бір концерт залына айналып жүре беретін. Бой жеткен кезінен ақ, Рахима апасымен қосылып ән салған ақ әжеміздің сүйкімді дауыс ырғағына құмарта бәрімізде қол соғатынбыз. Атам сол туыс достарды кездестірген сайын, олар жанымның жақсы көрген адамдары ғой деп, кеңейе түсіп, нұрлана жымиып, ыстық ықыласқа бөленуші еді. Әттең бауырластық сезімдері шалқыған сол бір жақсылар мен жайсаңдар енді бізге қайтып оралмайды. Олардың жансыз бейнелерімен жолықсқан сайын қайран дүние деп терең күрсініске кезек береміз. Осылайша артына өшпесіз қалдырған күміс алқа төсбелгі егері атанған асыл әжешіміздің дүниеден өткеніне жыл уақытта өз айналымын жасады. Жүректерде жақсы адамды жоқтай береді екен-ау. Біз үшін ақ әже тағы да бір оралып соғардай кейіпте жүреміз. Ойыма іні қарындастарым Азамат, Фархат, Дина, Ғазиз, тіпті ата мен әже шөбірелері Линара, Батырхан, Сандуғаш, Әнуарбек пен Қобландардың ақ әжемнің жетегінде жүріп, талай ойнаған сәттері сап ете түсті. Бір ауыз сөзден суынып, бір ауыз сөзден қуанып қалатын қайран көңіл-ай. Көңілімнің қуанышқа толғаны соншалық, бұл фәниде қашанда көңіл қымбат. Өмір қымбат, адамға сенім қымбат. Байлығың да дүние бәрінен де көңіл қымбат. Адамдық сезім қымбат деп өз-өзімнен күбірлеп кетіппін.
көзім бір-бірімен жарыса жүгіріп, әбден қызыққа кенелген бүлдіршін бауырларыма түсті. Көпшілігі әлемнің жарығын сыйлаған, ақ әжелері бесікке бөлеп, ақ батасын алған бүлдіршіндер. Қарттарымыз айтып отыратын үміттің моншағы жалғанды деген осы екен-ау. Қара шаңыраққа оралар сәтте, көптен мазасыз көңіліме қуаныш алауы қонақтап, бойымды бір жаңа әуен сазы кернеп келеді. Енді ұнғандаймын бұл әжеме деген сағыныш әуен екен. Әжешім, әжетайым, біз сізді сағына береміз.